Өміріңізде тіпті бір рет болсын немесе бірнеше рет 200 адамды жолықтырған боларсыз. Бірақ моральды түрде емес, физикалық тұрғыда. Эдвард Мордрейк 200 бар, анығырақ басының артқы жағында 2-ші жүзі болған адам. 19 ғасырдың аяғында Англияда өмір сүрген ерекше адам туралы аңыз 100 жылдан астам уақыт бойы бүкіл әлемде таралып жүрді. Бұл адам 1887 жылы Англияның ең атақты отбасыларының бірінде дүниеге келген. Бала ерекше деформациямен дүниеге келді. Басының артқы жағында оның тағы бір тірі беті болды. Ол көзін ашып, күліп, жылайтын, бірақ ешқашан тамақ іше алмай және сөйлей алмайтын еді. Эдвард Мордрейкпен таныс адамдар оның өте әдемі жүзі болғанын айтады. Бірақ тек алдыңғы жағында.